Құрметті тыңдарман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Жас жұбайлар көлігінде ерекше бір үнсіздік орнады. Жаңа түскен келін мен күйеу жігіт екеуі өкпелі, бір-бірімен сөйлеспей бара жатты. Көлікке отырғанға дейін өз-өзін қинап, күліп жүрген еді. Енді бұл энергиялары біткен секілді. Осы күнді сабырсыздықпен күткен еді. 2 жыл болды танысқандарына. Бір-бірін қатты сүйген еді. Той күні өмірлерінің ең бақытты күні болады деп ойлаған еді Әлия. Ол үшін бұл күнді желкедеген шығарған қайнәпкесін бір қасық суға батырғысы келді. Жас келіннің қайненесі ешкімді тыңдамай, өзі қалаған арзанға түскен бір тойхананы жалдаған болатын. Тойханаға шақырған қонақтар үшін тар болды. Қонақтар сыймай қалды. Орынсыз қалғандар да болды. Әлия мен анасы осы жағдай үшін қатты ашулы болды. Көңіл күйлері болмады. Әлия той біткенге дейін үнсіз отырды. Арман үшін бұл жағдай проблема болып көрінді. Ата-анасы бәрі жақсы болсын деп жүгіріп жүрді. Орынсыз қалғандарға орын табуға тырысты. Той біткеннен кейін Әлия ата-анасымен қоштасты. Сүйемін, түйемін демесең, мен бұл сараңдарға қызымды берер ме едім, деді Әлияның анасы. Әлия анасына қандай жауап берерін білмей тұрды. Әкесі ешкімге байқатпай қызының қолына бір конверт ұстатты. Осы хатты үйге келген кезде міндетті түрде оқы қызым, деп Әлияның құлағына сыбырлады. Үйлеріне жеткенге дейін үнсіз болды жас жұбайлар. Арман қалтасынан үйдің кілтін шығарды, бірақ есікті ашпады. Әлияға қарап, жаным әйелім, кел осы уақыттан бастап бүкіл проблемалары осы үйдің сыртында қалдырып, осы үйге екі ғашық болып кірейік. Болып жатқан жағдайлар ешбірі бізден маңызды емес, деді Әлия. Жарайды, деп аттай алмады. Той барысында ішінде жиналған айтылмаған сөздер де бар еді. Оларды Арманға айтпағанға дейін жаны тыныштық таппады. Саған айту оңай әрине. Тойым желкемнен шықты. Әрине анаңның жасағанын естігің келмейді. Осыдан кейін анаңды көргім келмейді, деді Әлия. Ол той менің де тойым болды. Сенің көңілсіз болғаның менің де көңіліме қаяу түсірді. Бірақ не істей аламыз, болған болды. Осының бәрін сыртта қалдырайық деп саған осы гүлді сыйлаймын, жаным. Есікті аш. Мен қатты шаршадым. Тұрып тұратын жағдайым жоқ, деді Әлия. Жарайды, мен де шаршап тұрмын. Қазір тойға қатысты ештеңені естігім келмейді. Ертең сөйлесерміз, деді Арман. Үйге кіргеннен кейін сөйлеспей екеуі де жатып қалды. Бір-біріне қол тигізгісі де келмеді. Әлия алдын ала дайындалған жібек киімінің орнына ескі пижамасын киіп төсектің бір бұрышына жатты. Арман да екінші жағына жатты. Қатты шаршағанына қарамастан біртүрлі ұйықтай алмады. Әлияның есіне әкесі берген хат түсті. Сөмкесінен шығарып оны оқи бастады. Сүйікті қызым менің Әлиям, бүгін ұядан ұштың. Енді өз ұяңды құруға уақыт келді. Алла жаса өте бақытты боласың, қызым. Сенің бақытыңа пайдасы тиетін менің де әке насихатым бар. Оларды саған айтайын ба деп көп ойландым. Бірақ сөз ұшып кетеді, жазғаның қалады дейді. Қалсын деп мен де хат жазуға көштім. Мүмкін маған, әке сенің бақытты отбасылық өмірің бар ма? Маған насихат айтатындай дейсің. Білем, қызым. Сол үшін осы хатты жазып жатырмын. Біз анашың екеуміз бір-бірімізге ғашық болып үйлендік. Бірақ ғашықтығымыз ұзақ өмірлі болмады. Мен де анаң да қателіктер жасадық. Ол махаббаттың неге біткенін, неге махаббатсыз өмірге душар болдық дегенді мен өз ойыма қарамай ашықтаймын. Анаң да өз ойына қарай ашықтайды. Қыз балалар анасынан үлгі алады дейді. Мен анаңнан суытқан қателіктерін жазамын. Сен де оларды жасамауға тырыс, қызым. Өйткені сен әйел баласы болғандықтан ерлердің қандай нәрселерден көңілі қалатынын білмейсің. Осы сөздерім құлағыңа алтын сырғадай болсын, жаным. Қызым, еркекті 3 нәрсе жұқартады. Біріншісі, әйел жағыңнан құрмет көрмеу, тәрбиелеп жатқан бала секілді көру. Бұл нәрсе еркекті ренжітеді және әйеліне болған махаббатын азайтады. Әйел күйлеуіне отағасы үй бастығы ретінде қарау керек, қызым. Бір еркектің нағыз еркек болуына жол берілмесе, жағдай бұзылады. Жаным, қызым, жолдасыңды құрметте, ол да саған махаббатын көрсетсін. Екіншісі, әйел күйеуінің отбасын жақсы көрмесе, сыйламаса, еркек әйеліне қатты ашуланады. Жаным, қызым, жолдасыңның туыстарын құрмет ет. Оларды жақсы көруге,
Олармен жақсы қарым-қатынаста болуға тырыс, оларды өсектеме. Қателіктері әлбетте болады, барлығымыздың да қателіктеріміз бар. Қателіктеріне мән берме. Ешқандай еркек сені қатты сүйемін, ғашығым, бірақ анаңды сүймеймін деген әйелдің сөзі рас екеніне сенбейді. Әйелдердің көбісі дәл осылай сөйлемесе де, қайнанасын жақтырмайтын мүмкіндік туған кезде көрсетеді. Бір еркекке анаң өсекші, анаң сараң, анаң мен жайлы жаман сөздер айтады, анаң салақ деп айтуы еркек үшін сен өсекші, жаман бір әйелдің жаман баласысың деп айтқанмен тең. Еркектер бұл сөзді сен жаман әйелдің жақсы баласысың деп түсінбейді ешқашан. Еркектер табиғатынан қорғаушы болып келеді. Отанды, отбасымызды қорғау біздің борышымыз. Тек қана әйелімізді, балаларымызды емес, анамызды, қарындастарымызды да қорғауымыз. Күйеуінің анасы жайлы айтқан әр жаман сөз күйеуінің жүрегін жаралаған үлкен бір жара болады. Ол жара жүрегін қанатады, ауыртады. Кішкентай жаралар көбейген сайын үлкен жара болып қалады. Ол жаралы жүрек сені, жаным қызым, қалай сүйет деп ойлайсың? Еркектің жүрегі әйелінікі, әйелдің жүрегі еркектікі. Жолдасыңның жүрегін саған деген махаббат болғанда, бұл сенің жүрегің, қызым. Ол жүректі жаралама, жақсы күт, махаббаттарың зиянға ұшырамасын. Қайнанаңның қателіктерін көрсету үшін бостан-босқа әуре болма. Әйелдер ойлайды екен, біз еркектер аналарымыздың қателіктерін көрмейміз деп. Бірақ біз аналарымыздың бүкіл жасаған қателіктерін көреміз. Бірақ әйелдің алдында оларды мойындау намысымызға тиеді. Анамыз балалық шағымызда бізді қалай қорғаса, біз де анамызды қорғауды қалаймыз. Осы үшін әйел қайненесінің қателіктерін айтқан сайын, еркек анасының қателіктерін көріп тұрып, анасын жақтайды. Қайненең сен жайлы жаман сөз айтса да, сен ол жайлы еш жамандық айтпа, қызым. Бір-бірін жамандаған екі әйелдің арасында қалған еркек анасын жақтайды, оған сенеді. Ол кісімен қан байланысы және бірге тұрған өмірі бар. Оны туған, өсірген, оған көп еңбек еткен, оны адам қылған анасынан бұрылып кетіп, әйелін жақтағысы келмейді. Ақылды әйел еш уақытта күйеуін анасының және өзінің арасында қалдырмайды. Жолдасыңа анасының қателіктерін көрсеткің келсе, анасын мақта, анасын жайында жақсы сөздер айт. Мысалы, анасы әйелің жаман, салақ, тағы басқа десе, сен болсаң, анаң өте жақсы адам, ол кісіні жақсы көремін деп айт. Еркек те ойлайды, әйелім қандай керемет жан, анам оны қызғанғаннан солай айтады. Осыдан кейін анасы мен жайында не айтса да айтсын, күйеуін оған сенбейді, керісінше өзіңді одан сайын бағалайтын болады. Солай, жаным қызым менің, күйеуінің отбасымен өз-өзіңді бекер әуреге түсірме, махаббаттарыңа өз қолыңмен зиян келтірме. Қайненең не істесе де істесін, сен дұрыс мінез қылығыңды көрсетсең, бақытыңызға көлеңке түспейді. Келіндер көмек бермесе, қайнаналар сендердің отбасыңызға зиян келтірмейді. Күйеуіңмен болатын ұрыс-керістерге отбасын араластырма. Отбасыларымыз біздің әлсіз жағымыз. Оларға күшіміз жетпейді. Қаласақ та оларды ауыстыра алмаймыз. Бұл себептен күйеуің әлсіз нүктеден соқпа, сені жек көрмесін, қызым. Үшіншіден, әкеңнің қызына бұл нәрсені айту дұрыс па, емес пе білмеймін. Бірақ әйелдің күйеуімен төсекте бірге болуға бас тартуы еркекті ренжітеді, жаралайды, әйелінен суытады. Сүйікті қызым Әлиям, айтқым келгенім осы. Бұл сөздерді оқып қана қоймай, бұл сөздерді жылдар тәжірибесі бар, қызым. Бұл сөздерді анаңа түсіндірме алмадым. Біз бақытты бола алмадық. Бірақ сен, жаным қызым, бақытты бол. Сені қатты жақсы көретін әкең. Әлия қолында хатты ұстап көп ойланды. Хатты тағы да 2 рет оқып шықты. Сосын тұрып, осы түн үшін дайындаған жібек киімін киіп, оған теріс жатқан күйеуін құшақтады. Құлағына жамандықтардың бәрін сыртта қалдырамын және осы сәттен бастап сүйіктімді тауып берген анаға жақсы қарауға, қателіктерін көрмеуге сөз беремін, деді. Оған қараған күйеуінің көздеріндегі махаббаттан басқа ештеңе маңызды емес екенін көрді Әлия.